Сәлеметсіздер ме? Мен Молдырахметова Гүлшат Аманжоловна, Ақмола облысы Жарқайың ауданы Кен ауылының негізгі орта мектебінің биология пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі сынып алып отырған сабағының тақырыбы 6 сыныпта жаратылыстану пәнінен адам қаңқасының құрылысы. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі жаратылыстану сабағымызға қош келдіңіздер. Енді балалар, үйге берілген тақырып бойынша барлығымыз ортаға шығайық. Үй тапсырмасын өлмекшінің торы әдісімен орындайтын боламыз. Кәнекей ойындар. Жақсың бар, мен басып дегесін саған берейін. Өткен тақырыпты үй тапсырмасын қайталап, бір-бірімізге сұрақтар қою әдісі білеміз. Кімге қоясың сұрағыңды? Жақсы, қанатқа қоямын дейді, қоя қой. Жүздегі барлық тіршілік формалары үшін ең басты энергия күн. Күн бізде дұрыс бала. Тақсырақ айтамыз, дауысымыз шығар. Естілмейді, дауысымыз шығарамыз. Қанат, кімге қоясың сұрағыңды? Мен сұрағымды Аружанға қоямын. Жақсы, Аружан. Дайын боламыз. Қанатынан жіберіп Табиғатта қандай энергия көзі бар? Күн, жер, мұнай, ядролық оты және де жанғыш тасақтары. Дұрыс. Мен сұрағымды Нұртөбеге қоямын. Нұртөбек, барамыз. Баланы кіріп боламыз. Дүние жүзінде аса ірі күн электростанциясы қай жерде салынған? Калифорния шөлінде. Жақсы. Дұрыс па, Аружан? Иә, дұрыс. Нұртөбек, сұрағыңды кімге қоясың? Мен өз сұрағымды қоямын Заринаға. Заринаға қоямын дейді, жақсы. Қоя қой. Нұртөбек, сұрағыңды қоя қой Заринаға. Ең көп тараған энергия көздері. Газ, мұнай, көмір. Дұрыс. Көмір, жақсы. Дұрыс болса, келесі Зарина сұрағыңды. Мен сұрағымды Жамбылға қоямын. Жақсы, Жамбыл. Молекулалар дегеніміз не? Заттың құралатын бөлшектерін молекула деп атайды. Дұрыс. Жақсы, дұрыс, иә. Ал Жамбылат, сенің сұрағың бар ма? Сұрағым бар. Кімге қоясың? Сізге қоямын. Жақсы, қоя қой. Табиғаттағы агрегаттық күйлер. Табиғатта заттардың агрегаттық күйін сұрақсың ойым, иә? Жақсы, табиғаттағы заттардың агрегаттық күйі үш түрлі болады, иә? Қатты, сұйық және газ түрінде болады. Дұрыс, иә? Жақсы. Рахмет, балалар, үй тапсырмасын. Жақсы, дайындалғандарыңыз көрініпті. Жақсы, отыра қойыңыздар. Рахмет. Жақсы, балалар, үй тапсырмасына жақсылап жауап бердіңіздер. Жарайсыздар. Олай болса, балалар, жаңа сабағымызға көшпестен бұрын, қазір жаңа тақырыптың мазмұнын ашу үшін мен сіздерге бірнеше жұмбақ жасырамын, иә? Олай болса, бірінші жұмбақ мынадай болады. Құрамалы сырып, берсең ырып, кетесің тұрып, барасың жүріп, қаласаң отырасың бүгіп. Аяқ. Жақсы, дұрыс балалар, аяқ. Келесі жұмбақ, тек қана қолыңызды көтеріп жауап беріңіз, иә? Қосылғанда қос шебер, қыруар іс өнер. Қол. Жақсы, қол дейді, дұрыс жауап. Үшінші жұмбақ келесі балалар. Сырты орман, алды жазық құрлықты. Араласаң, табасың жеті құдықты. Аузы бөлек? Жоқ. Бас, иә? Заринам айтқан бас деп. Аружан, иә? Жақсы, Аружан, жарайсың, бас. Сонымен балалар, бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы не болған тұр екен? Адам қаңқасы, дұрыс айтамыз. Яғни сабағымыздың тақырыбы қозғалыс. Оқу мақсаты 6-5-2-3 адам қаңқасының құрылысы. Және сабағымыздың мақсаты адам қаңқасының құрылымын сипаттауды үйренесіздер. Қаңқаның негізгі міндетін білетін боласыздар. Олай болса, балалар, жалпы тірек қимыл мүшелерінің атқаратын қызметі қандай? Кәне, ой қозғау. Сонымен, балалар, тірек қимыл жүйесі қандай қызмет атқарады екен? Қимыл қозғалыс міндетін атқарады. Дұрыс айтамыз, қимыл қозғалыс міндетін атқарады, иә? Олай
олай болса, бүгінгі сабағымызды біз шағын видео үзіндісін көруден бастайық. Олай болса, балалар, ары қарай видеоға назар аударайық, иә? Сол бойынша қазір тапсырма орындайтын боласыздар. Сондықтан бар ынталарыңызды салып тыңдаңыздар. Ересек адамның қаңқасы 200-ден астам сүйектен тұрады. Олар бүкіл денеге тірек бола отырып, дененің әлсіз жерлерін зақымданудан сақтап, адам қозғалуына мүмкіндік береді және бұлшықеттердің қосылу нүктелері болып табылады. Ми сауыты миды қорғап тұратын ондаған сүйектерден тұрады. Кеуде, жүрек, өкпе сияқты маңызды мүшелерді қамтиды. Біз көптеген омыртқа сүйектерінен тұратын омыртқа жотасының көмегімен аяқпен тік тұра аламыз. Біздің қолдарымыз көптеген сүйектерден құралған. Иықтың бір бөлігі болып табылатын жауырын иық сүйегімен байланысқан. Иық сүйегі өз кезегінде шынтақ буынында білектің екі сүйегімен кәрі жілік және шынтақ сүйегімен байланысқан. Әр алақан ондаған сүйектерден тұрады. Адамның аяқтарында көптеген сүйектердің жиынтығынан тұрады. Бұларға мықын, шыбық сүйек және асықты жілік және тағы да басқа біздің аяғымыздағы ұсақ сүйектер жатады. Жақсы бала, тыңдадық, иә? Көрдік. Енді осы видео жаңағы арқылы біз қазір тапсырмалар орындайтын боламыз. Ол үшін балалар біз екі топқа бөлінуіміз керек, иә? Қазір үлестірме арқылы бөлінетін боламыз. Сұңғат ала ғой. Біреуін таңдай ғой. Жақсы, балалар тез етейік. Так, жақсы. Кімде қандай жазылған? Алдыңғы партада топтың аттар жазылған. Соған орналасамыз, орындығымызға келеміз. Так, сұңғат, бас. Яғни бірінші топ. Сұңғаттың тобы, бас сүйек тобы. Бас сүйек мұнда жиналамыз. Аружанның тобы, тұлға қаңқасы. Мұнда отырамыздар. Ақырын, нұрбек етеміз. Жақсы балалар, бұл жерде, яғни топтық жұмыс. Топтық жұмыс қазір мен сіздерге адам қаңқасын таратамын. Адам қаңқасының бөліктерін сіздер суретке істейсіздер, орналастыратын боласыздар, иә? Сосын спикер дейміз, иә? Бір оқушы шығып, намышын аша қойдым ғой. Қорғаймыз. Барлығымыз топпен жұмыс жасаймыз. Ешкім қарап отырмайды. Біреуіңіз желім жабыстырыңыздар, біреуіңіз. Зарина, жауып. Сұңғат кілейді ашты, өзін қауып отыр, қанат жабыстырып отырсын. Жанболат қай жердің жауап еткен дайындап отырсын. Үдеуін жабыстырып отырыңдар, кілейді Аружан дайындап беріп отыр. Нұрбек сен дайындап отыр, Зарина жабыстырып отырсын, иә? Сонда тездетеміз. Болдық па, балалар? Жақсы, толғақ қаңқасы тобы бірінші болды. Кәне, бас сүйек тобы тездетеміз. Аяқтаймыз. Енді балалар, болсаңыздар, топтан бір спикер шығып, жұмысты қорғаймыз, иә? Ортаға шығып, топпен шығуларыңызға болады, немесе жеке дара шығуларыңызға болады. Кәне, келе ойыңыздар. Толға қаңқасы бірінші болғандықтан, бірінші шығарып айтамыз. Аружан. Так, болды. Бас сүйек тобы аяқтаймыз. Ал, айта ойыңызда, дайыныз ба? Бізде бірінші бас сүйек, екінші бұғана, үшінші жауырын, төртінші тас төсек, бесінші қабырғалар, алтыншы омыртқалар, жетінші жамбасүйек, сегізінші ортан жілік, тоғызыншы шынтақ сүйек, оныншы кәрі жілік, 11-ші
саусақ сүйектері, 12-ші тоқпан жілік, 13-ші тізек бабы, 14-ші асықты жілік, 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші табан сүйектері. Табан сүйектері, иә. Жақсы, сонымен тыңдадық па біз? Келісеміз ба? Бас сүйек тобы? Жақсы, отыра қойыңыздар, рахмет. Аружан, рахмет. Ал сізде сосын жазылып отырған кезде балалар мүшені көрсетіңіздер, иә? Шекергі сұңғар. Бас сүйекті көрсетпеу керек сұңғар, көрсетпеу. Бас сүйек, жақсы. Екінші ол бізде бұғана, үшінші ол бізде жауырын, төртінші төс сүйек, бесінші қабырғалар, алтыншы Тексеріп отырамыз, келесі топ. жетінші бізде ол жамбас сүйек, және сегізінші садақ сүйек, тоғызыншы шынтақ сүйек, оныншы Жақсы, 10 жоқ. Сізде де 11. 11-ші ол саусақ сүйектері, Саусақ сүйектері дейді. Так, тыңдап отырамыз. Тексеріп отырамыз, балалар қатесін. 12-ші ол кәржілік, 13-ші ол тізек қақпағы, 14-ші ол асықты жілік, 15-ші ол артан жілік, 16-ші ол табан сүйектері, 16, 17, 18 нөмірлі табан сүйектері дейді. Табан сүйегі, өкше сүйектері және аяқтың башпай сүйектері көріп екен, иә? Енді балалар, сіздер мына топ қараңыздаршы, қатесін таба аламыз ба?